Армысыз көрермен, сіздермен бірге арнайы шығарылымның кезекті саны Қаратау етегінде орналасқан Кентауда жалғасын тапты. Ауданда жұмыспен қамтылу деңгейі, қайтарымсыз грант бойынша қандай жұмыстар атқарылып жатыр, оны алдағы минуттарда бірге білеміз. Ендеше кеттік, бірге танысайық. Қайырлы күн, саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Жақсы, аман. Мегаполис ақпараттық агенттігі. Иә, менің есімім Кентау массалық орталығының директоры Бекбаев Нұркен Бекмұратұлы болады. Қуаныштымын. Таныстырып өтейін. Бірге танысайық. Қызметкерлермен және осы массалық орталығының секторлермен. Массалық орталығының негізгі басты мақсаты азаматтарды жұмыспен қамтуға жәрдемдесу, еңбек нарығын дамыту және мемлекеттік қолдау шараларын тиісті қызмет атқару. Және осы біздің жұмыс іздеушілер мен жұмыс берушілер арасындағы массалық орталығы алтын көпір қызметін атқарамыз. Біздің 4 сектормен таныстырып өтейін. Мынау қызметкеріміз атаулы әлеуметтік көмек секторы, және жұмыс берушілер қолдау секторы, жұмыс іздеушілер қолдау секторы, оқыту секторының 4 осы негізгі бағыт бойынша қызмет көрсетесіздер. Атаулы әлеуметтік көмек бойынша. Атаулы әлеуметтік көмек бойынша төмен табыс деңгейі төмен отбасылардың өтініштерін қабылдап, құжаттарын тексереді, заң талаптарға сәйкес атаулы әлеуметтік көмек тағайындайды. Мынау жұмыс берушілер қолдау секторы, ол жұмыс берушілерден бос жұмыс орындары туралы ақпарат жинақтайды, субсидияланған жұмыс орындарына жолданған азаматтардың табелдерін жинақтап, еңбек мобильді орталығына өткізеді. Атаулы әлеуметтік көмек бойынша өткендіңізші, қанша отбасы өтінім білдірді? 2025 жылы қанша отбасына тағайындадыңыздар? 2025 жылы 726 отбасы әлеуметтік көмек тағайындалды. Ол 4%-дан асқан жоқ. Біз беделі шегімен жоспарды орындап отырмыз. 2025 жылғы атаулы әлеуметтік көмек бойынша 657 отбасыға тағайындалды, өтініш білдірді. Оның ішінде 152-сіне бас тартылды. 497-сіне тағайындалды атаулы әлеуметтік көмек. Енді жұмыс берушілер қолдау секторына келетін болсақ, жұмыс берушілер қолдау секторы жұмыс берушілерден ғана айтып өткендей бос жұмыс орындары туралы ақпарат жинақтайды және субсидияланған жұмыс орындарына жұмыс берушілерден табель жинақтап еңбек мобильді орталығына өткізеді. Енді жұмыс іздеушілер қолдау секторына келетін болсақ, бұл сектор жұмыссыз азаматтарды есепке тіркейді, субсидияланған жұмыс орындарына жолдама беріп, бос жұмыс орындарына жолдама береді. Жұмыс іздеушілер қолдау секторы. Жастар, айтып өтетін болсам, субсидияланған жұмыс орындарына жастар практикасы, әлеуметтік жұмыс орындарына, алғаш жұмыс орны және қоғамдық жұмыс орындарына 13 жас жобасына биыл осы бөлімнен осы жұмыс іздеушілер қолдау бөліміне жолдама береді. Қанша жолдама бердіңіздер? 2025-те, 2026-да? жастар практикасы бойынша 418 азаматқа жолдама бердік. Күміс жас жобасы бойынша 102 азаматқа жолдама бердік. Алғаш жұмыс орны бойынша 41 азаматқа және әлеуметтік жұмыс орны бойынша 217 азаматқа жолдама бердік. Қайтарымсыз грант қанша бердіңіздер 2025-те? Мемлекеттік қайтарымсыз грант бойынша 2025 жылы жоспар 89 азаматқа жоспар бекітілген. Ол 2 лектен бердік. Мемлекеттік қайтарымсыз грантты бірінші лекте 45 азаматқа, екінші лекте 44 азаматқа жоспар толығымен орындалды. Қандай бағыттар бойынша берілді? Бағыттар бойынша құс мал шаруашылығы және автокөлік жуу орталығын ашу, полуфабрикат және теплица, бізде құлпынай және помидор огурцы өсіру бойынша бағыттарға берілді. 2026-ға жоспар қалай болып тұр? Қанша адамға грант беремін деп отырсыздар? 2026 жылы мемлекеттік қайтарымсыз грантқа 62 азаматқа жоспар бекітілді. Ол енді құдай қаласа мамыр айында жоспар бар елде. Жақсы, енді цифрландыруды қалай енгізіп жатырсыздар? Цифрландыру бізде келген жұмыс іздеуші өзі азаматтар өзіне-өзі қызмет көрсету бұрышы бар. Осында отырып, өзі қызмет көрсете алады. Жалпы онлайн қызметті қала тұрғындары қалай меңгеріп жатыр? Кәсіпкерлер, тіркелу, барлығы қалай болып жатыр жалпы? Бізде қала тұрғындары, бізде еңбек порталы бар. Ол қосымша телефон қосымшасы арқылы жүктеп алып, бізге өзі үйінде отырып, жұмыссыз
тіркеп алып. Бұл сіздер үшін тиімді болды. Тиімді, иә. Біз үшін. Жалпы 2025-те бос жұмыс орындар жәрмеңкесін қанша рет өткіздіңіздер? Бос жұмыс орындары жәрмеңкесі 5 рет өткізілді. Онда 790 азаматқа жуық жәрмеңкеге қатысты. Оның ішінде 151 азамат тұрақты жұмысқа, лайық жұмысқа орналасты. Бұл жәрмеңкелердің арасында қаншасы пробациялық есепте тұрғандарға берілді? Пробация есебінде тұрған 151-дің ішінде 41 азаматы пробация есебінде тұрған азаматтарға жұмыс. Қаншасын қамтыдыңыздар бүгінге дейін? 2025 жылы 151 азамат қамтылды бос жұмыс орындары бойынша. Ал өңірлік жұмыспен қамту картасы аясында 6186 жоспар бекітілген болса, біз артығымен орындалды. 6328 өңірлік жұмыспен қамту картасы жоспары орындалды. Артығымен орындалды. Жаңағы қайтарымсыз грант алғандардың ішінде пробациялық есепте тұрған жандар бар ма? Қазір өз кәсібін жалғастырып, қандай бағыт бойынша? Ол өзін пробация есебінде тұрған әйел азамат комиссия шешімін оң қорытынды алып, қазір кәсібін жартылай полуфабрикат дейміз ғой, сол полуфабрикат бойынша өз үйінде айналысып жатыр. Өз бизнесін, кәсібін жалғастырып, адамдар жұмыспен қамтып отырған шығар. Қамтып жатыр, иә. Енді мынау бізде оқыту секторымен таныстырып өтейін. Оқыту секторы айтып өткендей бұл жерде кәсіп даярлау негіздеріне оқытады және жаңа бизнес идеялар іске асыруға мемлекеттік грант бойынша айналысады. Осы жерге келеді. Иә, жұмыс бірге танысайық, көрейік. Басшының сұхбатын тыңдап, бөлімдерде атқарылып жатқан жұмыстармен де таныстық. Мансап орталығы қызметімен таныстырып өттім. Енді осы айтып өткен бағдарламалар бойынша мемлекеттік гранттар, қайтарымсыз субсидиялы жұмыс орындарына жолданған азаматтар және тұрақты жұмысқа орналасқан азаматтардың жұмыс орнына барып көрейік. Соған бірге барайық. Бірге танысайық. Құрметті көрермендер, ауа райының қолайсыздығына байланысты біз сұхбатты көлікте жалғастыратын боламыз. Біз қазір қайда барып жатырмыз? Біз қазір Кентау қаласы Құшжат ауылының тұрғыны Атаханов Ұлықбек деген кісіге бара жатырмыз. Ол кісі 2025 жылы екінші лекте мемлекеттік қайтарымсыз грант жеңіп алған. Оның жобасы жылыжайды құлпынай өсіру бойынша. Қазір сонда барып сіздерге көрсетеміз құлпынайды. Жалпы биылға қайтарымсыз грантқа қанша адам жоспарда тұр берілді? Биыл 2026 жылы жоспары 62 адамға мемлекеттік қайтарымсыз грант жобасы бекітілген жоспар. Енді биыл біз Құдай қаласа осы мамыр айында бизнес еңбек порталы ашылса, сол бастау бизнес оқыған азаматтар оны беру тәртібін айтып өтейін сізге. Онда мемлекеттік грантқа қатысушы азаматтар біріншіден жұмыссыз болу керек, немесе жеке кәсіпкерлігі бар болған жағдайда 3 жылдан аспаған болу қажет. Және оның қатысу тәртібі біріншіден статус дейді, мәртебесі көпбалалы аналар, көпбалалы асыраушысынан айырылғандар, мүгедектігі бар азаматтар, мүгедек бала қараушы қандастар. Осы мәртебеге сәйкес бизнес порталы ашқан кезде өтініш білдіре алады. Электронды түрде бизнес жоспарын дайындап жүктейді бизнес порталына, бизнес еңбек порталына. Сол жүктегеннен кейін бізде комиссия ұйымдастырылады. Сол комиссия SMS түрінде тапсырған азаматтарға хабарлама барады. Тапсыратын күні, уақыты, сол уақытқа келіп өз жобасын комиссия алдында қорғайды. Комиссия оң қорытындысын берген жағдайда қаржысын төлеп береді. Төленген қаржы алғаннан кейін әрбір азамат 3 ай уақыт беріледі. Құрал жабдықтарын алуға 3 ай көлемінде ол өз бизнесін, жобасын ашып, жұмысын бастау қажет. Енді менің Кентау қаласының тұрғындарына айтарым, бізге өзінің қатысам деген бизнес идеялары ерекше болатын жағдайда біздің Кентау қалалық мансап орталығына келіп, мамандардан қосымша ақпарат алуға болады. Сіз шақырасыз, иә? Иә, шақырамын. Енді мынау жеткен жерге дейін
әңгімелесе тұрайық. Жалпы Иә. мына жастар арасында жұмыс жоқ деген түсінік бар. Сіз оған қалай қарайсыз? Мен жұмыс жоқ деген оған келіспеймін. Әрине бізде қазір жеке кәсіпкерлерден, мемлекеттік мекемелерден бос жұмыс орындарын жариялайды бізге. Одан бізде жастар практикасы бағдарламасы бар. Ол қатысу тәртібін айта кетсем, 35 жасқа дейінгі диплом алғанына 5 жылдан аспаған жастар қатыса алады. Жұмыссыз ол өз мамандығымен жұмыс істеген болса қатыса алмайды жастар практикасына. Оқуды аяқтағаннан кейін өз мамандығымен жұмыс жасамау қажет. Жасап қойған жағдайда ол кісі қатыса алмай қалады біздің бағдарламаға. Енді бізде қазір жастардың арасында ондай түсіністік жоқ деп ойлаймын. Белсенділік жақсы. Бізде мынау Кентау қаласында 6 колледж бар. Соның 6 колледждің түлектері бітіргеннен кейін бізге мансап орталығына келіп жұмыссыз тіркеледі. Біз осы биыл мен жыл басында ақпан айында сол колледждермен меморандум бар, басшыларымен меморандум түздік. Осы жастар практикасы бойынша бітіруші түлектерді біз мансап орталығына келіп, жұмыссыз тіркеліп, өз мамандығына сәйкес вакансияларды ұсынып, сонда жолдаймыз мекемелерге жұмысқа. Жобаларды, жаңа қайтарымыз гранттар болсын, олардың басталуы, аяқталу кезеңдері туралы халық жалпы қайдан біледі, қалай ақпараттандырасыздар? Ол бойынша біз Facebook, Instagram, TikTok әлеуметтік парақшаларын қолданамыз. Кентау қалалық мансап орталығы деген. Сонда біз қандай да бір хабарлама, ақпараттар болатын болса, сол әлеуметтік парақшамызды жүктейміз. Сонда салып отырамыз. Одан біз менің сектор басшысы, сол жұмыс іздеушілер қолдау сектор басшысы және мамандарым әрбір колледжбен жас түлектермен бітіруші барып жұмыс жүргізіп, ақпарат айтып келеді. Ақпарат өткізіп келеді, жиналыстар өткізеді. Кездесулер ұйымдастырады. Олар мамыр айында оқуын аяқтап, шілде немесе маусым айларында дипломдарын алады. Оған дейін біз сәуір, мамыр айларында, ақпан айларында мамандарым барып жиналыс өткізеді. Осылайша сұхбатты жол жөнекей жалғастырып, қайтарымсыз грант иегерімен де тілдестік. Атаханов Ұлықбек 2025 жылы мемлекеттік қайтарымсыз грантқа қол жеткізген. Қазіргі таңда ол жылыжайда құлпынай өсірумен айналысады. 21 соттық жер теліміне 5 жылыжай салып, кәсібін дөңгелетіп отыр. Кәсіпкер жылына 2,5 тоннаға дейін өнім алуды жоспарлап отыр. Қашан бастадыңыз, қашан алдыңыз? Енді осы 25-тен бастап теплица салып, 25-дің екінші легінде әлеуметтік желілерден көріп отырып, грант бар екен, сол екінші легіне қатысып, конкурс ұтып алып, осы бизнесті жеңілдету мақсатында құрал жабдықтар алып, осы жеңілдетіп жұмысты ұлғайтып, жұмыс жүргізіп жатырық. Қазір қанша жылыжай бар дәл осындай? Қазір осындай теплицадан 21 сотық жерде бар, 5 теплицадан. Олардың бәрі осы көріп отырғаныңыздар гүлге кіріп отыр. Бәрі құлпынай ма? Бәрі құлпынай, 2 сорт, защищенный грунт дейді ғой, теплицада 2 сортым бар. Қазір Мурана мен Анабел деген 2 сорт бар, картовый. Енді бұл өнімді қайда жібересіз алдағы уақытта бұйырса? Өнім бұл Кентаудың өзіне жеткізе алмай жатырық. Кентауда әр жәрмеңкеде субботаға алып шығамыз. Одан басқа базарда саудагерлер алып отыр. Былтыр енді біраз Түркістанға да алып бардық басында. Одан кейін уже Кентау өзіне неғып отыр ғой. Алдағы уақытта басқа бір көкөністер өсіру жоспарда бар ма? Көкөністер жоқ. Асыны осы акцент осыны құлпынайға кетіп жатыр. Өйткені бір культураны до конца үйренбеген үшін келесі өтудің уже пайдасы жоқ. Ал сіз бұны қайдан үйрендіңіз, күтіп баптауды, өсіруді? Мен одан алдын теңізде жұмыс жасап жүргем. Сол кезде интернеттен қарап жүріп, осы бір Украина азаматының осындай теплица салып жұмыс істеп жатқанын көріп, соған қызығып, содан видеоуроктар алдым. 3-4 видеоурок сатып алдым, яғни $1000 жақын. Енді бұл жерден қанша өнім аласыз жылына? Жылына енді орта есеппен 2,5-3 тоннадай есеп өнім аламын. Келесі кезекте жастар практикасы бағдарламасы аясында жұмысқа орналасқан жас маманның еңбегімен таныстық. Мерия Нарбай, Қанабек Байсейітов атындағы САЗ колледж түлегі. Қазіргі таңда
таңда ол мансап орталығы арқылы аудандық жастар ресурстық орталығында қызмет атқарады. Жас маман жастарға домбыра үйірмесін жүргізіп, ұлттық өнерді дәріптеп келеді. Алдағы мақсаты ауданда беделді әнші атанып, өз есімін кеңінен таныту. Негізі осы Кентау қаласына туып өскенмін. Жалпы Жетісу облысы Талдықорған қаласына жаңағы Қанабек Байсейітов атындағы саз колледжіндегі дәстүрлі ән мамандығын тамамдадым. Оқуымды бітіргеннен кейін жаңағы Кентауға келіп, жұмыс істеу мақсатында мен мансап орталығына бардым біріншіден. Мансап орталығы маған жастар ресурстық орталығына жолдама берді, жастар практикасы бойынша. Жалпы бұл практикада жүріп, негізі көп нәрсе үйрендім өзім. Оқушылармен жұмыс жасауды, жастармен еркін жұмыс жасауды, жалпы өзімді дамытып, шығармашылық жағынан болсын, жаңағы сахна мәдениетін қалыптастыруды үйреніп келе жатырмын. Негізі қазіргі таңда 2 оқушым бар. 2 оқушымда 0-ден бастап үйренген, жаңағыдай күй жағы болса да, ән жағы болса да, 2 жақтан да қатар алып жүрмін. Қазіргі таңда іс-шараларға өте көп қатысып, жаңағыдай Кентауға бір өзімді көрсеткім келеді. Жаңағы музыка жағынан дамытып, осындай әнші бар деп өзімді көрсеткім келеді негізі. Келесі барған нысанымыз аудандағы басқару медициналық мекемесі. Мұнда маман келушілерге алғашқы медициналық тексеруді жүргізіп, қабылдау жасайды. Қаралуға келген тұрғындардың қан қысымын өлшеп, жалпы жағдайын бақылап, қажетті медициналық мәліметтерге тіркейді. Мен осы жастар практикасы жобасымен жұмысқа орналастым, бағару мекемесіне. Осы жерде 1 жылда жұмыс жасап, практика жүзінде барлығын үйреніп, дәрігерлерден үйреніп, теория бойынша, практика бойынша үйреніп, осы жерде 1 жыл бойы жұмыс жасадым, одан кейін тұрақты жұмысқа кірдім. Так бізге дәрігерлер барлығын үйретті. Науқасқа мейіріммен қарауды, дәрігерге дейінгі жағдайын бақылауды, дұрыстауды, осындай нәрселерді үйретті бізге. Енді қазіргі таңда менде доврачебный жұмыс, осмотр жасаймын, дәрігерге дейінгі науқастың жағдайын бақылаймын. Алдағы уақытта осы кәсіби біліктілігімді арттырып, жоғарғы оқу орнына түсіп, осы немді мамандығымды ары қарай арттырсам, үлесімді қоссам деген мақсатым бар. Бұл сапар барысында біз бір нәрсені анық байқадық, мүмкіндіктер бар, оны тиімді пайдалану маңызды. Бірі кәсібін бастап өнім өндіруді, енді бірі мамандығы бойынша еңбек етіп тәжірибе жинақтауда. Мемлекеттік қолдауда нақты істерге ұласып, тұрғындардың әл-ауқатын арттыруға қызмет етуде. Ауданның бүгінгі тынысы еңбек пен талпыныстың жемісі, ал бұл бастамалар ертеңгі тұрақты дамудың кепілі болары сөзсіз.